Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамыры өте нәзік болып келетін және де жаңғақтың дәмі мен даршының иісі анық сезілетін гата печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл печенье Армения, Әзербайжан елдерінде өте танымал десерттердің бірі. Печеньемізді дайындау үшін ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқыш пен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстінен салқын сары майымызды салып, үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Оңай әрі тез жасау үшін блендердің көмегін пайдалануға болады. Неге ұнымыз осылай үгітіліп тұруы керек. Содан кейін үстінен қаймағымызды саламыз және де бір жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды қатты езіп, илеп тастамай, сәл басып біріккеннен кейін илеуді тоқтатамыз. Содан кейін екі бөлікке бөліп, қамырымызды пищевой пленкамен орап, холодильникке салып аламыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Жаңғақ дәндерін осылай блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Содан кейін ыдысымызға жаңғақты, қантымызды, корица мен жұмсақ сары майымызды салып, бір келгі масса болғанша лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін холодильниктен шыққан қамырымызды пленкадан босатып, аздаған ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Жайып алған қамырымыздың екі шетінен осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бүктейміз. Ортасына салмасын салып шығамыз. Содан кейін рулет секілді орап шығамыз. Дәмі мен жасалу жолы пахлаваға сәл ұқсастығы бар, бірақ та өзіндік ерекшелігі бар десерт десем де болады. Қонақтарыңызға да ұялмай ұсынуға болатын өте дәмді десерттердің бірі, және де үйге жасап шаймен ішкенге де өте дәмді десерт. Үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Осылай вилканың көмегімен өрнектер жасап шықсаңыз болады. Содан кейін бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Противеньге жайғастырып шығамыз. 180 градус қызған пеште печеньеміз қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.